мен жақсы көрініп тұрмын деген ойдамын. Сәлем көрермен, менің каналыма қош келдің. Біріншіден Рамазан айы мүбәрак болсын. Тұтқан оразаларыңыз, ниеттеріңіз қабыл болсын. Рамазан айы өзгерістер айы, сондықтан мен қазір сіздермен бірге 7 құпиямен бөлісетін боламын. Ол құпия менікі емес, ол құпиялар практикалық психологиядан алынған. Жалпы айтқанда бұл еркі адам құпиялары. Сондықтан кеттік. Алғашқы құпия еркіндік құпиясы. Өзгелеріне ойлайтыны сізді мазаламау керек. Чарльз Коллидің айтуы бойынша, сіз өзіңіздің ойыңызда емессіз, сіз өзгелердің ойында емессіз. Сіз өзіңіздің ойыңыздағы өзгелеріне ойлайтыны дейтін ойдасыз. Сондықтан жаттап алыңыз, сіз өзіңіз үшін өмір сүресіз. Егер де біреу сізбен қанағаттанбаса, ол олардың проблемасы. Шындық құпиясы. Кез келген ой жүзеге асыра алады, ал оның бәрі сізге байланысты. Өзіңізді сүйе біліңіз, қабылдай біліңіз. Сұлулық құпиясы. Сізді сұлу деп ойлағанын қаласаңыз, біріншіден сіз өзіңіз сөйтіп ойлауыңыз керексіз. Әрине, уақыт өте қалыптасатын нәрсе. Алдымен сіз айнаңыздағы бейнеге қанағатты болуыңыз керексіз. Айна ол мотивация. Сынға алуды доғарыңыз, өзіңізді де, өзгелерді де. Достық құпиясы. Қоршағанның бәрі айна. Сізден шыққан махаббат өзіңізге махаббат, сізден шыққан негатив өзіңізге негатив. Махаббат құпиясы. Махаббатты сыйлай біліңіз, өзгертуге тырыспаңыз. Байлық құпиясы. Біріншіден беріңіз, сосын барып алыңыз. Бақыт құпиясы. Махаббат, байлық, жақсылық өзіңізден басталады. Be happy, love yourself. Сау! Сонымен қатар, менің қазір Telegram каналымда шағын марафон өтіп жатыр. Яғни менімен бірге ай бойы түрлі фильмдерді көретін боласыздар. Егер де ішіңіз пысып жатса, әсіресе карантинде, онда мен асыда қалдырып кеткен сілтемеге басып, каналыма тіркеліңіздер.